Кейде сахнаның жарық шырақтары да жүректегі қара бұлтты жауып тастай алмайды. Өнер адамы болған соң, сырт көзге күліп жүргенімен, ішіндегі қайғысын ешкімге сездірмей, тек сахнаның өзіне сырын ақтарады. Дәл сондай күйді қазір қазақтың сүйікті әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Толқын Забирова бастан өткеріп отыр. Ол әлеуметтік желідегі парақшасында ең қымбат жанын жоғалтқанын жариялап, көпшіліктің жүрегін тебірентті. Әнші жақында анасынан айырылғанын айтып, жүрек жарды жазбасын бөлісті. Шыны керек, мұндай сәтте кез келген адам сахнаны, жоспарды, тіпті бар жауапкершілікті ысырып қойып, бәрінен бас тартқысы келіп тұрады. Толқын ханым дәл сондай жасағысы келген екен. Жоспарланған концерттерінен бас тартамын деп ойладым деп ағынан жарылды. Алайда ол ұстазы Бибігүл Ахметқызының және жақындарының ақылын тыңдап, қаншалықты қиын болса да сахнаға шығуға бекінді. Өйткені анасының бір арманы қызының концертін көру еді. Анамның арманы осы концертті көру болды. Сондықтан анамның арманын орындап, тағзым етіп, өзімнің өнерімді анама арнаймын деп жазды әнші. Толқын Забирова анасы туралы айтқанда, көз алдынан мейірім мен махаббаттың бейнесін өткізді. Менің ақ періштем, менің қанатым, досым, серігім, жанашырым, қолдаушым, қорғаушым, сен менің мәңгі жүрегімдесің деген сөздері талайдың жүрегін елжіретті. Әрбір шыңды бағындырғанда, әрбір жетістікке жеткенде анасымен бірге қуанғанын, өнер жолындағы қуанышпен қиындығын анасы әрқашан бөлісіп отырғанын айтып өтті. Осындай сөздерді оқығанда адам ойланбай қалмайды. Шын мәнінде баланың бақыты ананың бақытында. Анамыз бар кезде қадірін түсінбей еркелеп жүре береміз. Ал ана кеткенде ғана оның қаншалықты үлкен тірек болғанын сеземіз. Толқын ханым осы жолда өз жан сырын елмен бөлісе отырып, үлкен тәрбие көрсетті. Анасына тағзым ете отырып, өнерін жалғастырып, оның рухын биікте ұстауды таңдады. Бұл кез келгеннің қолынан келмейтін ерлік. Әнші өз тыңдармандарын да ұмытпай, 17 қазанда Алматыдағы Республика сарайында, 23 қазанда Астанадағы бейбітшілік пен келісім сарайында өтетін концерттерінде күтетіні туралы хабарлады. Бұл жай ғана концерт емес, бұл ананың аманатын арқалаған, періште жүрекке бағышталған кеш болмақ.